Міне керемет лайфхак. Мынау есікті ашып тұр, автоматты түрде жауып тұр. Міне. Мына жерде көз бар. Осы механизммен дайын доводчиктер бар есікке арналған, және пружина бар. Сонымен айырмашылығын айтып кетейін. Ал егерде доводчик қойған болсаңыз, доводчиктің минусы ол бағасы қымбат. Екіншіден қысты күндері аяздарда ол қатып қалады, сәлнектері май жіберіп қояды. Көп жерлерге орнатыла бермейді. Оның өзінің бір талаптары бар. Ал пружина болатын болса, пружинада оның қысымы жоғары, есік ашылған кезде. Қысымы жоғары, скоросты да үлкен. Ол тарсылдатып жабады есікті. Ал бұның ерекшелігі, бұл салмағын жеңілдетіп қоятын болсаңыз, есікті ашқан кезде қатты салмақ алмайды, бір қалыпты алады салмақта. Сіз бастапқы ұстаған кезіңізде, аяғына ұстаған кезде бұл бірдей болады. Жіберген кезде сол бір скороспен барып жабылады. Бұның жақсы жері сол. Орнату, көптеген есіктерге орнатыла береді. Әсіресе ауылды жерлерге, градустарға орнатыла береді. Өйткені сым ұзын, 2 метрге шейін қозғалтуға болады, 3 метрге шейін қозғалтуға болады градусын. Ал пружинада ондай мүмкіндік жоқ.